Міне бүгін профессор Тілеубай Ыдырысұлы Аманов атамыздың 100 жылдық мерейтойына арналған конференцияда біздің аяулы ұстазымыз Илья Мұхамеджанқызымен кездесу мүмкіндігі туып тұр. Профессор Амановтың тәрбие бойынша, оқушыларды, шәкірттерін тәрбиелеу бойынша тәрбиелік жағынан естелік айтса деген ұсыныс бар. Айта берсеңіз болады. Тілеубай Ыдырысұлы бізге теория функции, комплексных переменных, теория функции естественных переменных деген сабақтардан сабақ берді, пәндерден. Содан кейін мен институт бітіргеннен кейін ол кезде де қолымызға диплом бермейтін, бір жыл мектепте істеп барып келіп беретінді. Сол бір жыл істеп келгеннен кейін мен с отличием бітіргендіктен ол кезде 5 жыл оқитынбыз. Институтқа шақырып алды, кафедраға, мұғалімдікке. Содан ол кісімен бірге қызмет істедім біраз жылдар. Сосын 68 жыл ол кісіні Алматыға қызметін жоғарылатып, институт математика директорға жіберді. Енді 1-2 жылдан кейін 70 жылы мен бірінші рет Казгуға 4 айлық білім жоғарылату ФПК дейді, білім жоғарылату факультетіне жіберді осындан. Сонда ол кісі сол Казгуда қызмет істеп жүр екен. Бір күні аудиторияда бір 15-20-дай ма әр қаладан, әрбір институттардан келген мұғалімдер отырдық. Әртүрлі пәндерден, математиканың әртүрлі саласынан сол Казгудың мұғалімдері сабақ беріп жатты. Бір кезде старостамыз топтағы қазір келесі сабақ профессор Аманов деген кісінікі сабағы болады деді. Тым-тырыс отырмыз. Енді ол кезде профессор дегендер өте аз болатын, профессор деп аталатын адамдар. Соның бір уақытта осы жүгіріп басып кіріп келіп, орнымыздан тұрдық, амандасып отырыңыздар дегеннен кейін былай қарап-қарап аудиторияға біраз адамдарды таниды екен, жандарына барып қол алып амандасып, соны мен де екінші қатарда отыр едім, мен жаныма келіп, менің атымды да тіпті Илья демей Үлкен дейді. Үлкен аман сау ма, келіп қалдың ба, ел жұрт аман ба деп. Енді бұрын енді Семейде болған адам ғой, Семейде туып өскен. Сол мына өзінің енді ел жұртында менен басқа да адамдармен келісіп жүрген шығар, сонда дағы амандық сұрап жатыр, ел жұрт аман сау ма деп. Иә, аман сау дедім. Сонан өзінің кафедрасының ба бөлмесінің нөмірін айтып, үзіліс кезінде келіп кет деп сөйледі. Жарайды дедім, сабағын жүргізе берді. Аң-таң болып отырдым сабақтың аяғына шейін. Басқаларды артынан сұрап отыр, неге шақырыпты, неге шақырыпты деп. Содан келдім жаңағы айтқан жеріне. Сондағы мақсаты бір үлкен парақ қағазға демалыс күні үйге келесің қонаққа. Ойбай рахмет десем болмайды. Қандай автобусқа отыратынымды, енді общежитиеде жатырмыз ғой, Казгудың общежитиясында. Сонан жаңағы жерден қандай автобусқа отырам, қай жерден түсем, қалай қарай бұрылам, соның бәрін сызып түгелдей түсіндіріп беріп, ойпырмай енді осы жердің өзінде мен енді айтайын деп отырғаным, ол кісінің өте үлкен білімді, ғажап, дарынды, тума дарынды адам екенін барлық басқа адамдар енді мені айтты да алдында, әлі де айтады. Ал енді мен ол кісінің соншалықты терең білімді дана адам болуымен қоса өте қарапайым адам екендігін айтпақ болып отырмын осы арқылы. Сонда енді менің таңғалғаным, ол кезде мен 4-5 жыл қызмет істеген ұсақ түйек қана қарапайым мұғаліммін ғой, енді түкке тұрмайтын ол кісінің жанында. Осындай соған қарамастан мені үйіне қонаққа шақырып отырған анандай ғалым адамның оның енді үлкен адамгершілігі, үлкен жүрегі, сондай деген сияқты енді сөздерменен айтып жеткізу қиын. Соншалықты мені шақырмаса енді мен ол кісіге қандай өкімім бар, ғалым адам. Мен бұрынғы шәкіртімін, жарайды біраз жыл қызмет істедік. Сол сияқты ол кісі көптеген жақсы жағынан, қарапайым жағынан. Енді бір мысал келтірейін, бір студент қыздың әкесі бұрыннан қайтыс болған екен. Одан енді оқып жүрген кезінде әлгі қыз бала анасы қайтыс болыпты екенді естіп, ауылда сол қыздың 2-3 бауырлары мектепте оқиды екен. Осы қаладағы тиісті жерлердің барлығына өзінің
қызметінің көп екеніне, ауыр екеніне қарамастан, әрі кафедра меңгерушісі ол кезде, әрі проректор наука бойынша сонша жұмыстарына қарамастан жаңағыдай шаруалармен айналысып, тиісті жерлердің барлығына енді ол оңай шаруа емес қой, 2-3 баланы ауылдан алдырып, қалаға тегін мектеп-интернаттарға орналастырды. Міне бір ғана студенттің өзіне істеген көмегінің өзі. Ал сондай көптеген адамдарға ол кісі солай барлық жағдайды жасап жүрді. Қалай үлгеретініне таңғаламыз. Міне адамгершілігі, сондай адамдарға деген жанашырлығы, кішіпейілділігі өте керемет адам болатын. Енді бұндай мысалдар өте көп келтіруге болады әрине. Сол кісіден білім алғаныма өте қуаныштымын, бақыттымын есептеймін. Сол кісілермен қоса сабақ берген ұлағатты ұстаздарым Нұрсұлтанов Қажы Нұрсұлтанович, жұбайы Хафиза Молдабековна, Сләмшейх Рахметжанович, Абылайхан Ахметжанович, содан кейін Зоя Урашевна физикадан, Месулу Нұртаевна физикадан, бізден физмат болғаннан кейін физиканы қоса оқыдық қой. Осы адамдардың берген білімдерінің нәтижесінде мен 80 жасымнан асқанша университетте қызмет істедім. Физматта сабақ бердім, әртүрлі факультеттерге, химия, биология, тағы сол сияқтарға вичматтардан сабақ беріп, бастауыш мектептің мұғалімдерін даярлайтын факультет ПМНУ дейді, соларға да сабақ беріп, әйтеуір барлық институтта біз факультеттеріне кейіннен университет болдық қой, сабақ бердім. Кейінгі 10 шақты жылда мына шетелдегі қазақтарға Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысы бойынша шетелдегі қазақ балаларын Қазақстанның жоғары оқу орындарына түсуіне мүмкіндік жасау үшін сондай бір факультет ашылды, даярлық бөлім деген. Сол факультетке мені тәжірибелі мұғалім болғандықтан ауыстырды. Сол факультеттің балаларына сабақ бердім, оларды дайындадық. Олар да міне Қазақстанның әртүрлі жоғары оқу орындарында оқып бітіріп қызмет істеп жүргендері, осы физматты бітіргенде жігіттері, қыздар бар, медакадемияда Семейдің, мына спорт факультетінде өте көп. Осындайлардың барлық балаларға, жастарға тәрбие, сабақ, білім бере жүріп, математикаға үйрете жүріп, оларға жаңағы айтқан ұстаздарымның, Төлебай Әділшілдіңнің жаңағы жасаған адамдарға жасаған сондайлық мейірімділігі, қамқорлығы, бізде де соған, өзімде соған лайықтап қолымнан келгенше, шама-шарқым келгенше балаларға сондай көмекті жасап жүрдім деп айта аламын. Мынау енді әсіресе Моңғолиядан келген жастар жатақханада тұрады, ауылдарынан ешқандай көмек келе алмайды мұнда. Сондықтан олар енді стипендиямен ғана оқып жатты. Сол стипендияларын алуға бір жұмадай қалғанда ақшалар бітіп қалады. Әсіресе балалар құптап ұстай алмайды, қыздар да емес. Сондықтан сол балалардың қарны ашып қалмасын деп, қолына ақшадай берсең тез ұстап қояды. Етіп барып балаларды бір аптаға қанша тамақ керек сендерге? Әр түрімен тамақтардың енді өзі жатақханада істеп ішіп, соған түгелдей алдырып, дүкеннен ақшасын өтіп, сол бір жұмалық тамақтарын түгел алып беріп, енді ол бір кішкентай ғана көмек болса да, қазақ айтады ғой, түйеге әчулегенде көмек болады деп. Сол біраз болса дағы күнге бұлар ашып қалмасын деген сияқты. Міне бұның бәрі де енді менің мақтанған нем емес, жаңағы ұстаздарымның жақсылығы, берген тәрбиесі деп ойлаймын. Сабақ берумен қоса, білім берумен қоса маған осындай да жақсы жақтары менен есімде қалады. Бұл адамдарды мәңгі есімде сақтаймын. Мынау 100 жылдық мерейтойы құтты болсын, жатқан жері жайлы болсын. Барлық жастарға сол кісінің аруағы желеп-желеп, кейінгі өздері сияқты жастардың сол кісілердің дәрежелеріне жетуіне Алла тағала нәсіп етсін. Рахмет, көп рахмет. Аман болыңыз, Лемаханжан.